Ассалаумағалейкум. Пресс-подборщиктің зажигениясын қалай қоямыз? Нөлден бастайық. Бірінші мында айырлар. Міндетті түрде айыр оған байланысты. Сол үшін бірінші айырдан бастап қоямыз. Осылай айырдың ішіне кілтті қойып, поршын келатқан күйге қойсаңыздар болады, тегісімен. Поршын келіп тұрған кезде айыр шөпті әкеліп үстіге шығып болу керек. Поршын келмей, шөпті поршынның алдына әкеліп, айыр үстіге шығып болу керек. Екіншісін солай тура қарама-қарсы, соған қарама-қарсы қоясыздар. Не үшін? Өйткені бірінші айыр шөпті алып кеткен кезде екіншісі соған дайындап отыру керек. Екіншісі мына жақта кілттер. Кілт дегеніміз замок. Мына жерде сызықпен өлшесеңіздер де болады. 4 см. 4 см-ге туралайсыздар. Міне кілт тұр. Қазір қосам. 4-ке келген кезде ол замок ояна бастау керек кілт. Екіншісі осы. Үшіншісі аппараттың зажигениясы. Мына жақта поршын ар жақтан келгенде игла оянып көтеруге дайын тұрады. Ал үші қалай тұрады, қазір көрсетемін. Неге? Поршынның ішінде қуыспен келген уақытта игла көтеріліп болу керек. Поршынның ішінде көмегімен көтеріліп кету керек. Елдер мына жақта 4 см дейді, мына жақта не дейді, жаңағы тесіктер бар, соған туралап қоясын, анау-мынау дейді. Оның бәрі шатастырады, нақты айтпайды. Міндетті түрде пікір қалдырыңыздар, бөлісіңіздер. Келесі қаралымда міндетті түрде бәрін қалай жасау керектігін толығымен салатын боламын.